Баршаңызға жалынды сәлем достар. Бүгін сіздерге 2018 жылғы «Птичий короб» атты фильмін қысқаша айтып беретін боламын. Әрине лайк пен подписаться кнопкаларын басуды ұмытпаңыздар, ал біз көпте созбай осымен бастаймыз. Маллори атты суретші қазір декретте болғандықтан үйінде сурет салуға мәжбүр. Осы кезде оған Джессика атты сіңлісі келген болатын. Телевизордан Сібірде басталған белгісіз ауру жайлы айтуда. Өйткені соның кесірінен адамдар жаппай суицид жасап жатыр, ал бұл ауру қазір Европаға да жеткен екен. Маллори өз баласына жақсы тәрбие бере алатынына күмәнданып тұр, сондықтан осыған мағыналас сурет салыпты. Бірақ та Джессика оның жақсы ана болатына толықтай сенімді. Көп замай екеуі дәрігерге келіп, оның көзінше жүктілік кезінде шарап ішу жайлы қалжыңдай бастайды. Ал дәрігерге бұл күлкілі емес сияқты. Оның айтуынша, егерде Маллори балаға тәрбие бере алмаса, оны туыла салысымен біреу асырап алғаны жөн. Кабинеттен шыққан Маллори бір кезде есі ауысқан әйелді байқап, тез арада емханадан кетуді шешті. Бірақ та сол кезден бастап айналада нағыз хаос басталады. Адамдар өз көліктерін өздері сындыруда. Осыған қарағанда телевизордағы жаңалықтар шынайы секілді, және де бұл ауру Америкаға да жеткен екен. Бір кезде Джессиканың көзі өзгеріп, өзінен өзі қорқа бастайды. Ақыры екеуі жол апатына түскен болатын. Тез есін жиған Маллори көліктен шықса, сіңлісі жолдың қақ ортасына барып, КамАЗға жабыса қалады. Не істерін білмей Маллори енді адамдармен бірге қашуда. Бірақ жол ортасында оған көмекке Лидия келіп құтқармақшы болады. Ал оның күйеуі ар жақта әйеліне алаңдап тұр. Бір кезде Лидия да гипнозға түсіп, жанып тұрған көлікке отырғанда көлік жарылып кеткен еді. Том атты жігіт тез арада Маллориді үйге кіргізген болатын. Бұны көрген Люси олардың артынан кіреді. Үйдің иесі Грег атты жігіт. Джейсон мен Саманта телефон арқылы балаларынан қауіпке тап болғанын түсініп, үйден кетуді шешті. Ал қалғандары бұл аурудың қайдан келгенін талқылауда. Чарлидің айтуынша, бұл көрінбейтін сайтандардың қаруы. Олар адамның көзі арқылы санасына кіргенде, сол адам өзін қатты кінәлап немесе үлкен депрессияға түсіп, соңында суицидпен аяқтайды екен. Маллори орнынан тұрып басқа бөлмеге кеткенде, артынан Том келіп, оны жұбата бастайды. Сол кезде Маллори оған сіңлісімен болған жайтты айтып береді. Осыдан кейін олар үйдегі терезелерді газетпен жауып, есікті ешкімге ашпауды шешті. Бірақ та үйге белгісіз әйел келгенде Том есікті ашпақшы болады. Дуглас есікке жоламауын өтінуде, ал Маллори не болса да қолына қаруды алып есікті көздеп тұр. Ақыры Олимпияны ішке кіргізгенде ол да жүкті болып шықты. Грегтің айтуынша үйдің айналасында камералар бар. Енді олар камера арқылы айналада не болып жатыр соны бақыламақшы. Олар Грегті даланы көргенде суицид жасамас үшін орындыққа байлап кеткен болатын. Сол кезде Грег камерадан белгісіз бір нәрсені байқап, қатты дыбыс шығады. Үйдегілер қайтып келсе, Грег басын үстелге ұрып қайтыс болған екен. Түннің ортасында Маллориге Олимпия келіп, әйелден баласына не деп ат қоярын сұрайды. Бірақ та Маллоридің дәл қазір сөйлеуге зауқы жоқ. Ертеңінде үйде тамақ таусылыпты, ал сырттан көмек күту қате шешім. Сондықтан бесеуі Чарли жұмыс істеген супермаркеттен тамақ алып қайтпақшы. Олар көліктің терезесін толықтай бояп, тек GPS арқылы қозғалуды шешкен болатын. Жолда олар өліктерді басып бара жатса да мән бермеуге тырысуда. Бір кезде GPS көлікке жан-жақтан қауіп төнгенін ескертеді. Сонда олар бұның әлгі қара күш екенін түсініп, Томның арқасында әйтеуір қашып құтылады. Дүкенге кірген бесеуі тек керек заттарды жинауда. Ал торғайларды көрген Маллори оларды үйде асырауды шешті. Бір кезде олар тоңазытқышта қалып қойған біреудің дауысын естиді. Бесеуі есікті ақырын ашса, әлгі адам қара күшке жақтасып қояр емес. Сол кезде оның тура көзіне қараған Чарли қара күшті өзі де сезінген болатын. Ақыры өлетінін түсініп, Чарли жігітпен бірге тоңазытқышқа кіріп, қалғандарын құтқарып қалады. Осыдан кейін Олимпия топпен ақылдаспай үйге Гарри атты бөтен біреуді кіргізген еді. Олар жігітке қаруды бағыттап сұрақ астына алған болатын. Оның айтуынша, психбольницадан қашып шыққан адамдар досы екеуіне қара күшті көрсетпекші болыпты.
Сонда досы оларға шабуылдап, Гарриге қашуға мүмкіндік берген екен. Онымен қоса далада ешкім көзін жауып жүрген жоқ және басқаларға да қара күшті көрсеткілері келеді. Дуглас жігітке сеніңкіремей үйден кетуді бұйырғанда, Шерил оны есінен тандырып гаражға қамаған болатын. Енді Олимпия Гарриді кіргізгені үшін Маллориден кешірім сұрауда. Маллори болса оны жұбатуды шешті. Бір кезде екеуінде де бір уақытта бала дүниеге келгей жатыр. Том мен Шерил қыздарға көмектесіп жүргенде, Гарри сөмкесінен қара күш бейнеленген суреттерді үстелге қоя бастайды. Сөйтсе, ол да қара күшпен ауырады екен. Гарри терезені жаппай ашуда, ал бұның бәрін гараждағы Дуглас көріп тұр. Дуглас Томға ескертсе де оған мән беретін емес. Ақыры Гарри арттан келіп Томды талдырған болатын. Сосын гараждың есігін ашып, Дугласқа да қара күшті көрсетпекші болады. Осы кезде жаңа нәрестелер де дүниеге келді. Маллорида ұл, ал Олимпияда қыз болып шықты. Бөлмеге кірген Гарри терезені ашқанда Олимпия қара күшті көріп гипнозға түсті. Маллори тез арада Олимпиядан сәбиді алып үлгеріп, ақыры Олимпия секіріп кеткен болатын. Енді Гарри Шерилдің көзін күшпен ашқанда, ол да өзін қайшымен өлтіреді. Осы кезде көмекке келген Дуглас Гарриді атайын десе, көзін жұмып, көздей алмай тұр. Сонда оқ Гарридің қолына тиіп, екеуі бірге екінші қабатқа құлайды және сол жерде Гарри оны да өлтірген еді. Есін жиған Том қаруды алмақшы, бірақ та Гарридің беретін түрі жоқ. Осылай Маллори төменнен қарудың атылған дауысын естиді. Сөйтсе, аман қалған Том екен. Арада 5 жыл өткен соң Том мен Маллори бірге өмір сүруде. Бір күні олар рациядан Рик атты жігіттің хабарламасын естиді. Оның айтуынша, ол қауіпсіз жер тауыпты және бұл жерде тамақтар да өте көп. Бұл базаға тез жетудің амалы өзен бойымен келу, бірақ та Маллори бұны балалар үшін қауіпті деп ойлап тұр. Өйткені оларға байлаулы көзбен жүзу керек болады. Немесе базаға құстардың дауысы арқылы жетуге де болады екен. Томның ойынша олар сол базаға барулары тиіс. Күтпеген жерден үйге келген бұзақылар оларға қара күшті көрсетпекші. Сонда Том отбасын артқы есікпен шығарып, өзі байлаулы көзімен бір сәтте үшеуін атып түсіреді. Сосын бір рет көзін ашып, қалған екеуін де өлтірген болатын. Енді әйелінің артынан қуған соңғы бұзақы қалды. Том жол бойы қара күшпен күресіп келеді, тек соңғы сәтте әлгі бұзақыны өлтіріп, артынан суицид жасауды шешті. Осылай Маллори балаларымен қайыққа отырып, базаға аттанған болатын. Жолда әйелге белгісіз жігіт шабуылдап, оның көзін ашпақшы болғанда, әйел оны мачетамен өлтіреді. Бір кезде қайықтары батып кеткен КамАЗға соғылып, бір баласы суға түсті, бірақ та Маллори оны құтқарып үлгерген еді. Жағаға жеткен әйел балаларын қайықта қалдырып, өзі тамақ іздеп қайтпақшы. Белгісіз ғимаратқа кіргенде әйел дауыстарды естиді. Сөйтсе, ол қара күштің әсерінен қозғалған заттар екен. Үйден шыққанда қара күш оның артынан қуа бастайды. Сол кезде қарудың дауысын естіген кішкентай қыз анасына көмектесу үшін қайықтан шыққанда, Маллори келіп қызына ұрысқан болатын. 48 сағаттық жолдан кейін олар өзенде күшті ағысқа тап болады. Ақыры қайық аударылғанда Маллори ұлын құтқарып қалады, ал қызы болса жағада оларды күтіп отыр. Жол бойы қара күш үшеуіне көздерін ашуды бұйырса да олар берілетін емес. Осылай үшеуі тек құстардың дауысына еріп, ақыры базаға да жеткен болатын. Үйге кіргенде Рик атты жігіт бірінші кезекте олардың көзін тексереді. Сөйтсе, бұл ғимарат көзі көрмейтіндерге арналған мектеп екен, және де қара күш оларға әсер ете алмайды. Осыдан кейін дәрігермен танысқан Маллори оған өзінің балаларын да таныстыруда. Соңында әйел өзінің қорапта сақтап жүрген торғайларын басқа да құстарға бостандыққа жібереді. Осымен біздің «Птичий короб» атты киномыз аяқталады. Достар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет, және де лайк пен подписаться кнопкаларын басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше келесі видеода жүздескенше сау болыңыздар.